Сәлем балалар, бүгін біз маңызды және қызықты нәрсе қолды жуу туралы сөйлесеміз. Қолымызды жуғымыз келгенде, бірінші жасайтын ісіміз кранды ашып, жылы судың астында ағызу. Өзіңізді күйдірмеу үшін су өте ыстық болмау керек екенін есте сақтаңыз. Сосын қолымызға сабын аламыз. Сабын қолымыздағы барлық микробтар мен кірді кетіретін кішкентай сиқырлы таяқша. Есіңізде болсын, қолыңызды тамақ ішер алдында немесе дәретханаға барғаннан кейін жуу ғана емес, сыртта ойнағанда, заттарға немесе ойыншықтарға қол тигізгенде қолыңызға көптеген микробтар түсуі мүмкін. Сондықтан олардан құтылу үшін қолды үнемі жуып тұрған әбден дұрыс. Қолымызды жуып болған соң құрғақ сүлгімен сүрту қажет. Қолды жуу оңай әрі қызықты. Ол денсаулықты сақтауға көмектеседі және бізді аурулардан сақтайды. Сондықтан қолдарыңызды жууды ұмытпаңыздар, балалар. Назарларыңызға көп рахмет, кішкентай достарым. Тіркелуді ұмытпаңыздар.